Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен тауық етінен ерекше тағамның түрімен бөлісемін. Жасалу өте оңай. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін ең алдымен бізге тауықтың аяқтары қажет болады. Тауықтың аяқтарын алдын ала маринадтап қоямыз. Ол үшін тұзды, паприканы және қара бұрышты себеміз. Артынан сарымсақты күштен өткізіп саламыз. Және ең соңында керегінше сұйық май құйып шығамыз. Барлығын қосып болғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Және де 2 сағатқа маринадтап қоямыз. Егер де бір түнге қалатын болса, тіптен керемет болады. Мен 2 сағатқа қойып қойдым. 2 сағаттан кейін қызып тұрған табамызға қызарғанша қуырып аламыз. Бұл жерде пісудің қажеті жоқ, тек қана қызартып қуыру ғана керек. Қалған майын үстінен құйып қызарғанша қуырамыз. Екінші жағын аударамыз. Тағы да қайталап өтемін, пісудің қажеті жоқ, тек сырты қызарып қуырылса жетеді. Ендігі кезекте бізге қатпарлы қамыр қажет болады. Қатпарлы қамырды видеодағыдай жайып аламыз. Менде дүкеннің қатпарлы қамыры. Егер де қолдың қатпарлы қамыры болатын болса, тіптен керемет болады. Жайып болғаннан кейін дәл видеодағыдай бөліктерге бөліп шығамыз. Тауықтың аяқтарын қамырмен орап шығамыз. Барлығын орап болғаннан кейін бетіне жұмыртқа жағып шығамыз. Артынан күнжіт сепсеңіздер де болады. Алдын ала қызып тұрған пеште 200 градуста 1 сағаттай пісіріп аламыз. Егер видео сіздерге ұнаса, комментарий қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.